Мына алдында біз қойған вытяжкаларымыз ғой. 1, 2, 3, 4. Осылайынан қойдық та. Т-образный мынайынан шығарып, ар жағында вентилятор тұр. Бұл вытяжной системасын біттік. Толығымен біттік. Ендігі задача бізде мына екі жағынан вытяжка приточкамен былай. Мынаның ішіне дейін екі жағынан созып, былайынан мына жақтардан созып, подрешетник, решетниктарын қойып, далаға шығарып, далада оборудование тұр, соған барып кіргіземіз. Сонымен екінші этажда санузел, амналар бар, соның жұмысын бітіреміз, сонымен бұл объект бітеді. Мына жерде міне керек воздуховодтардың бәрін әкеп жинап қойдық. Переход, жаңағы отвод бәрі осында. 05-07 однерка. Заглушкалармен бәрі толық осында. Бұйыртса бір-екі күнде монтажы басталады бұның. Бәрін толық жинап. Осында жаңа кіргізіп қойдық. Бұйыртса жұмысын бастаймыз. Тағы да сіздерге түсіріп көрсетем ғой. Жұмыс қалай өтіп жатқанын. Сыртынан шығардық. Сыртынан шығарып, колено, переход и кронштейн қойып, улитканы қойдық төбесінде выходымен. Сонымен вытяжкасы бітті. Мынау міне қазір ес қойылып жатыр. Оборудованиесі. Осы жақтарға жаңағы біздің екі жақтан шығатын вытяжка приток келеді де осы жақтарға кіреді. Полный біткеннен кейін ішін сыртын толықтай тағы түсіріп жіберем ғой.